Тағы да ислам дініне қастандық жасалынды. Европада, яғни Швецияда, Түркия елшілігінің алдында исламофобтар қасиетті Құран кәрімізді өртеді. Осыған орай бүткіл әлем, бүткіл мұсылман жұртшылығы араб елдерінде, мұсылман елдерінде, Түркияда көшеге шеруге шығып наразылығын білдіруде. Бізде Майқазақ парақшасы бұған қарсымыз. Құрметті басқа дін өкілдері, сіздер қашан көрдіңіздер мұсылмандардың Тауратты не Библияны өртегені, немесе мұсылмандардың Мұса пайғамбарға, немесе Иса пайғамбарға карикатура жазған? Сіздер көрмегенсіздер де, көрмейсіздер де. Өйткені біздің асыл дініміз ислам